Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арналған дәмі керемет болып шығатын баклажан қосылған салат дайындайтын боламыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ендеше видеоны соңына шейін көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажандарымызды жуып, төртбұрыштап турап аламыз. Үлкендеу ыдысымызға саламыз. Үстіне тұз, салқын су құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы аралықта басқа көкөністерімізді турап дайындаймыз. Барлық көкөністердің мөлшерін описание бөліміне қалдырамын. Бұдан да көбірек жасағыларыңыз келсе, 2-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Енді болгар бұрышымызды жуып, дәнінен тазартып, төртбұрышты етіп турап аламыз. Көкөністерді өз қалауларыңыз бойынша турай берсеңіздер болады. Пиязымызды да дәл видеода көрсетілгендей етіп майдалап турап шығамыз. Салатымызға сәбіз де қосамыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Сәбізімізді де майдалап турап шығамыз. Енді чесногымызды да осылай майдалап турап шығатын боламыз. Чеснокты алдын ала тез ашылу үшін суға салып қоямыз. Міне енді баклажандарымыздың тұзды суда тұрғанына жарты сағат өтті. Баклажандарымызды осылай қолымызбен сығып, суынан сорғытып аламыз. Енді помидорларымызды да жуып, тазалап, төртбұрыштап турап шығамыз. Барлық көкөністерімізді турап, дайындап болған соң, үлкендеу ыдысымызды отқа қойып, майымызды құйып, пиязымызды қуырып бастаймыз. Ендігі кезекте сәбізімізді салып қуырамыз. Ендігі кезекте баклажандарымызды салып, қақпағын жауып, жақсылап қуырып аламыз. Ендігі кезекте болгар бұрышымызды салып, 1-2 минутқа ыдысымыздың қақпағын жауып қоямыз. Осылай жақсылап араластырып, қуырып болған соң, татымына қарай тұзымызды, шекерімізді салып, тағы да бір араластырып қоямыз. Ендігі кезекте помидорларымызды саламыз. Міне салатымыз жаймендеп қайнай бастады. Ара-арасында осылай қозғап тұруымыз керек. Салатымызды 40 минут қайнатамыз. Міне салатымыз пісуге дайын қалды. Енді аскөгімізді, сарымсағымызды салып тағы да 10 минут қайнатамыз. Міне салатымыз дайын болды. Дәмі де, иісі де керемет болып шықты. Енді банкымызды, қақпағымызды булап, салаттарымызды құйып, жаба берсек болады. Құрметті көрермендер, қазақ тіліндегі каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап қоюларыңызды өтінемін.